Видеоны көріп шықтық, иә? Бұл жерде жаңағыда айтқандай, видеода біз неге мән бердік? Не арқылы жасалған? Яғни біз бұл жерде кітапхананың ең алғашқы пайда болуы және қалай пайда болды, алғашқы жаңағыдай парақтар қалай пайда болды, неден жасалды, соның барлығын, осы мәліметтердің барлығын көріп, түсініп білдік, иә? Және осы жерде балалар жаңағы видео тыңдадық, қолымызға мәтін түсті, мәтіннің ішін барлығын жасап оқып шықтық. Осы жерде үлкен бір мән беретін жағдай бар. Ол жерде интонация, нүкте, яғни пунктуациялық қателер бар ма, жоқ па, соған бәріміз мән береміз, иә? Яғни бұл жерде үтір, нүкте, барлығы мәтін оқыған кезде өте маңызды. Мысалы, кідіріс жасау үтір арқылы, немесе нүкте арқылы сөйлемнің біткенін түсіндіру, білу деген секілді. Яғни біз осы мәтіндер мен видео арқылы бүгінгі сабағымыздың мақсатын шығарады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге емле ережелеріне сүйеніп түзету, редакциялау. Яғни біз бүгінгі бір ғана істеу ма? қатемен жұмыс, арғарай үлкен мәтін таңдағандар, арқа сұңқар. Ол жерде 3 қате сөз бар екен, е? Болып. Енді балалар, рахмет. Ең бастысы, бүгінгі сабақ барлығына ұнады, е? Енді сендерге қолдарым осылай кішкентай ғана, кішігірім ғана осылай жаңбырдың тамшыларын бердім. Осы тамшыларға жаңағы айтқан өздерінің сөздеріңді жазып, және пунктуациялық қателерді сөздіктерге емле ережелеріне сүйеніп түзету, редакциялау. Яғни біз бүгінгі сабақта осы мақсатымызға Қызметкерлерге, ЖО оқушыларына, мамандарға, магистранттарға, студенттерге және тағы басқа оқырмандарға қызмет көрсетіледі. Жарайсың. Бұл жерде қателердің барлығын шығардың, е? Иә. Жарайсың. Соңында осындай. Мен сені мақтан тұтамын деген. Тағы да кім? Еліміздегі ірі кітапхананың бірі Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы. Ол 1910 жылы 31 желтоқсанда құрылды. Бұл жерде қандай пунктуациялық қателер бар екен? Нүкте қойылмаған. Нүкте қойылмаған. Айта, бірінші қаусар бұл жерде. Швейцариядағы Сенгаль абатындағы кітапханасы. Орта ғасырлық кітапханаларға ең бай кітапхана 2005 жылы жүргізілген. Санақ бойынша мұнда 160 мың кітап бар. Қандай пунктуациялық қателер бар екен? Нүкте қойылмаған және нүкте. Яғни сөйлем аяқталған кезде нүкте қойылады. Тағы кім? Мирас, Мербек айта ғой. Мербек. Сен бұлай қарап тұр да жанында. Кітапханалардың бірі Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы. Ол 1910 жылы 31 желтоқсанда құрылды. Қандай пунктуациялық қателер бар екен? Нүкте қойылмаған, яғни бұл жерде сөйлем аяқталған кезде міндетті нүкте қойылады. Жарайсың. Саған сенің талпынысың маған ұнады. Жарайсың. Мирас көтерді қазір.
бар ма? Университеті ғылыми Арнайы мындай сақташы. Тағы кім қорғағысы келеді? Аха, бастай ғой. Кітапханада 6 оқырман залы жұмыс істейді. Ғалымдарға, ғылыми қызметкерлерге, ЖО оқушыларына, мамандарға, магистранттарға, студенттерге және тағы басқа оқырмандарға қызмет көрсетіледі. Жарайсың. Бұл жерде қателердің барлығын шығардың, иә? Иә. Аха, жарайсың. Мен сені мақтан тұтамын деген. Тағы да кім? Аха. Қазір енді балалар сабақтың басында сендерге айтып кеттім, әркім өз-өзін бағалайды. Бірінші, екінші тапсырмаға және сөйлеуді жақсы тапқан оқушылар өздерін бағалап, жаңа домбыраға белгілеп отыратын еді. Енді қазір қолдарына берілген арнайы тақтайша бар ғой, сол тақтайшаны әкеліп, мына орындарға салайық, иә? Өздерінде қанша балмен бағалады? 10 бал бар, 9 бал бар, 8 бал бар, 7 бал бар. Өздерінің сабаққа қатысқандарыңды белгілеп, осы жерге келіп тақтайшаларын салсаңдар болады. Жарай ма? Апай? Тақтайшаларыңды әкеп, мына жаққа салыңдар. Бағалауға болмайды ғой.